Ассалаумағалейкум, құрметті AvaExpress YouTube арнасының көрермендері. Жоқ, мен бұл видеода боқтамаймын. Бұл мүлдем басқаша канал, басқаша контент. Сондықтан уайымдамаңыздар, және де AvaExpress YouTube арнасының 3-ші видеосын тамашалаңыздар. Жалпы мен бұл каналды ашуым себебі түрлі технологияларға шолу жасау, сонымен қатар AliExpress сайтынан түрлі тауарларға тапсырыс беру үшін аштым осы арнаны. Алғашқы видеоларда көптеген адамдар лайк басыпты, мені қолдапты, маған сәттілік тілепті. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Және де кейбір адамдар менен сұрауда AliExpress сайтынан қалай тапсырыс беруге болады. Және де бүгінгі видеода мен соны түсіндіретін боламын. Сонымен экранға назар салып, бүгінгі таңда біз қазір компьютердің көмегімен барлығын көрсететін боламыз. Ал жайғасып алыңыздар. AliExpress сайты осылай, білмейтіндерге AliExpress дейміз, міне AliExpress деген кезде Google'дан осындай сілтемелер шығады. Но AliExpress онлайн шопинг бұл керек емес бізге. Бізге мынау екіншісі керек. ru.aliexpress.com. Бұл жерде орыс тілінде барлығы түсінікті. Енді сайтқа кіргеннен кейін бізде осындай нәрсе тұрады. Мой профиль. Мен қазір шығып кетейін өзімдікінен. Жаңадан тіркелмеген, жаңадан кіріп көрмегендерге мен қазір барлығын түсіндіретін боламын. Бізде сайт осындай жалпы. Мына жерде телефонға қатысты бүкіл аксессуарлар, барлығы мінекей, қуаттандырғыштар, чехол керек десеңіз барлығы бар. Компьютерге қатысты барлық нәрсе бар. Процессор, карта, принтер, ноутбук, чехлы. Енді бізге ең маңыздысы қалай тіркелу осы сайтқа. Регистрацияны басамыз міндетті түрде. AliExpressке біз қалай тіркелеміз? Тіркелу үшін бізге ешқандай да нөмір терудің қажеті жоқ. Неге десеңіздер, барлықтарыңызда Facebook бар. Егер Facebooktар жоқтар болса, оларда VK бар. VK жоқтарда Одноклассники, Google аккаунт. Енді Instagram бәрінде бар, дұрыс па? TikTok міне, керек десеңіз TikTokпен де тіркелуге болады. Мен өз басым Facebook арқылы тіркелдім. Қалай? Ол үшін мысалы сізде егер Instagram болатын болса, мына жаққа мысалға Instagram аккаунттарыңызға кіресіздер да, компьютермен логин пароль жазасыздар. Болды. VK болса VK, Facebook болса Facebook. Енді бұл периодизация арқылы кіреді. Мысалы мен Facebook'ты қазір басам, мен Facebook'пен тіркелгенмін. Міне басым. Міне. Қазір мынау қайттан жоқ болып кетеді. Мына кетіп қалады қайттан. Міне, мына жақ көрдіңіздер ме? Кіріп жатыр. Міне. Все, кірдім. Қазір обновить етіледі. О, міне. И снова здравствуйте, Адилет дейді. Қош келдіңіз деп жатыр. Енді менің профилім, мои заказы, міне мен тапсырыс берген нәрселерім өткен видеолардан осыған тапсырыс бердім, мына екеуіне тапсырыс бердім. Өткен видеолар шыққан болатын, көрмегендер болса, мына жерде міне сілтеме тұр, көріңіздер. Бағалары барлығы жазылып тұр. Проверить отслеживание. Қай жерде келатқан білген. Енді мен мына тауарым әлі келген жоқ. Так, мына тауарға әлі келген жоқ. Мынадан мен тексерсем болады қай жерде келатқан. Енді ол мақұл. Енді сіздер қалай тапсырыс бересіздер? Настройки профиля кірген кезде. Настройкиде сіздер ешқандай да уайымдамаңыздар. Барлығы сол, мысалы сіз VK-мен кірсеңіз, VK-дағы даныларыңыз яқа шығып тұрады. Instagram болса Instagram шығып тұрады. Уайымдайтын түгі жоқ. 6 рет тапсырыс беріппін. Отзыв жазуға болады, мына жерге центр привилегий, бұл сіздің жаңағындай қанша зат тапсырыс бересіз, сонша сізге атақ беріледі. Адресіңізді жазасыз, адреса доставки, міндетті түрде адрес жазасыз. Адрес қалай жазылады? Адресте сіздер өздеріңіздің қалаңызды жазасыз, қалаңыздағы көшені жазасыз, пәтер жазасыз. Және де Google'дан қай жерде тұрасыз, сол жердің индексін тауып алуға болады, индекс жазасыз, болды, ешқандай проблема жоқ. Енді біз міне корзинаға кірейік. Корзинада мен дайындап болған заттар бар, алдын ала осыларға тапсырыс берілмеу деген. Осындай беспроводной флешкілер, сымсыз, яғни стедикамдар қойып қойдым. Так, сіздер AliExpress'ке кіресіздер, мысалы компьютердан USB флешкілер таңдайық. Так, мысалы Mercedes-тің кілті, осыған кірейік. Міндетті түрде отзывке қарайсыздар. Яғни осыны затты тапсырыс беріп, үйлеріне келген кезде, яғни ризашылығын білдірген ба, немесе наоборот
ұнамай қалса да осы жерге жазады барлығы. Осыларды оқып, осылар бойынша мына жерде мысалы отзывас, яғни мынау сенімсіз. Мына жұлдызшаларына қарайсыздар міндетті түрде 4-8, 5, 4-8, 4-7, 5. Мынау 5 болса, мысалға мыналар жақсы, 4-7 дегендер жақсы. Мысалы 4-9. Отзывтары мінекей көп, көрдіңіздер ма? Көп адамдар тапсырып, все отлично дейді, міне. Товар только что прибыл, все довольны деп жазып қойыпты мінекей, е? Мына жерде гигабайтын таңдайсыздар, мысалы 4 гигабайт па, 8 гигабайт па, 16 ма, 32 ма, 64 па, соған қарай, мысалы 4 гигабайт болса, мына жерде мінекей бағасы шығып тұрады. Міне $2 деген сияқты, мына 2,5-дан бастап почти. Добавить в корзину. Сосын мына жерде мінекей бесплатная доставка. Бұл доставим до 13 мартқа дейін. Мысалы қазір 12 январь, сонда 2 айда келеткен егер. Мынау 10 февральда егер тез етсеңіз десеңіз, онда бір доплата $1.88. 7 немесе 15 күн ішінде келсін десеңіз, мүмкін андай төлейсіз. Бесплатно. Асығыс жоқ қой, сондықтан 2 ай күтесіздер бесплатно. Бірақ міндетті түрде ол келеді. Келмесе ақшаңызды қайтарып береді. Енді бір тауарға тапсырыс берейік, корзинама кірейін өзімнен. Дайындап қойған түгімін. Қазір қалай төлем жасау керек барлығын көрсететін болам. Маған білмеймін не екенін. Мына бір мышканы, сосын мына бір презерватив флешканы. Мен кірем қазір осыған. Кіргеннен кейін маған мысалға 4 гигабайты керек. Міне 4 гигабайт, 8 гигабайт, міне бағалар өсіп жатыр 16, 32. Мінекей түрлерін көруге болады, осылай түрлері. Мүше қаптың сырты сияқты. Міне 8 гигабайтына тапсырыс берейік. Купить сейчас. Саусақ флешкілер бар, оны қазір көре жатармыз. Промокод менде өкінішке орай жоқ. Мына жерден қай картадан все, оформить заказ. Қазір теңге шешіледі менен. Оплата завершена, спасибо, мы получили ваш платеж дейді. Енді мына жерден мои заказы деген кіреміз. Міне мои заказы да уже платеж проверяется. Мына жерде тұр, көрдіңіздер ма? Барлығы тұр. Отменить заказ деуге болады. Сол кезде ақшаны сіздің карточкаңызға қайттан аударып жібереді. Міне. Енді тағы да корзинаға кірейін. Мышканы заказ беріп көрейік, Так, маған мысалы нәбір мышканы алып тұр. Бұлардың да міне бағасы 1.87-ден 3.52 арасы басталады екен. Неге ондай? Мынау чехолы 1.87, міне астына қоятын коврик. Мынау қызыл. Қызыл қалай, достар? Қызылға тапсырыс беріп көрейік. Купить сейчас. Так, мына жерден 49.66 подтвердить. Промокод өкінішке орай жоқ. Ешқандай купон жоқ. Оформить заказ. Кеттік ал. Оплата завершена. Қайттан кіреміз. Тағы не тапсырыс береміз. Мынандайлар бар екен, мынандай очкилер бар екен. Мынандай шошытуға, мынандай шыбындар бар неше түрлі. Стадикам. Осындай ұялы телефонда зарядтайтын осындай нәрсе бар. Яғни сымсыз қуаттандырғыш. Спанч Боб пен Патрик қосылып кеткен кейін күйеу. Ортасы осылай алынады. Әдемі. Так, 4 гигабайт бізде 2.99. 2.9 бен 64 гигабайты, мысалы 4.6. Бізге, так, 8 гигабайт турик. Купить сейчас. Бұлай айтқанда қарап отырсаңыздар, 1000 теңге ғой. Осы флешкілер 1000 теңге екен. Так, бір штук бізге мынау. Так, Спанч Бобтың өзін алайық па, әлде Патрик екеуі дұрыс? Патрик екеуі дұрыс шығар, онда купить сейчас. Оформить заказ. Адрес барлығы жазылып тұр. Оплата завершена.
Все, мои заказы. Карточканы сіздер ол төлем жасайтын кезде, оформить заказ басқан кезде тересіздер. Карточкаңыздың алдын артын барлығын жазып. Бірақ өзіңіздің карточкаңыз болмаса, егер мені 18 жасқа дейінгі балалар көріп тұрса, мен ескертейін, ата-аналарыңыздың көзінше істеңіз. Ата-аналарыңыздан тығып тапсырыс беріп ондай болмасын. Ресейде көп адамдар сөйтеді екен, ата-аналарынан тығып карточкасын алып түсіріп, ол өте қауіпті, мошенниктер бар неше түрлі. Сондықтан ата-аналарыңызбен бірге отырып тапсырыс беріңіздер. 18-ге толмағандар. Көріп тұрғандай, міне мен тапсырыс бергендерім Спанч Боб пен Патриктің флешкасы, мен 8 гигабайт, сосын спортивный тышқан, сосын презервативке мүше қапқа ұқсайтын флешка 8 гигабайттық. Алиэкспресс жақсы, барлығы арзан. Көрдіңіздер, мен 1000 теңгеге 8 гигабайт флешкалер алдым, әдемі жақсы. Енді ол ертең алдағы уақытта келген кезде мен соған реакция түсіретін боламын, яғни шоу түсіретін боламын. Құрметті достар, комментарийге міндетті түрде жазыңыздар, тағы қандай нәрсе түсірейін, осы Алиэкспресске қатысты қандай заттарға тапсырыс берейін, соның барлығын жаза кетіңіздер. Ал сіздермен бірге болған мен Аве Адикус, Алиэкспресс YouTube арнасы. Міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер. Сіздердің рахметтеріңіз, сіздердің қолдауларыңыз осы подписацияға тіркелу және де қоңыраушаны басу. Сәттілік.